Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама хош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Кереге басына кепкен, көнегін ілген несән. Қайыңның қабығын кеміріп, қымыздықпен жуа теріп кеткен несән. Күркесінде қалған сүйек саяқты иттің езуінен жырып алып, қазандағы қара суға қайнатып, қатық еткен несән. Саптама етіктің май сіңді қонышын, терезе әйнегінің орнына тұтқан қарын құрышын турамшылап, талғажау еткен несән. Бәрі де аштық атты тойымсыз аждақа аранын қанағаттандырсақ, тойындырсақ деген дәрменсіз әрекеттің өтеушісіндей болмашы тірлік. Ақ сүйек болып жусап қалар ұлы аза жан азасы алдындағы соңғы тұяқ серпілісі болатын. Теріскейден шұбырған босқындар Шақалақ ауылына шаңдатып кірген жоқ, қандатып кірді. Шұбырған ізде ісіп кеуіп өлгендер қалды. Алапат аждақадан шошынған жұрт өлгендерін көмуге де мұрша таппай, жолдағысын баса көктей, қанды, қаралы көшке ілесіп, ілгерілей берген. Дорба түбі қағылып, кебеже түбі сарқылған шақта, бей опа тірлікті тәрк еткісі келмеген үміті түскір, өзекті тұстап, үзілгенше жан таласып, ала сұрар әдеті емес пе? Төңіректі түртіне тіміскелеп, сұғанақтан ағалар, сорақылық, иба имандық айтсын. Ала сұрғызар ашқарақ сезім бас көтеріп алғанша, ұяттықтың ала жібін аттай алмай, шегіншектей тұрғанымен, ақи көзденіп, дәуірлеп алған тұста ақыл естен адасқан дүлейлікке басып, кімді тыңдасын? Аузы қимылдағанды сырттан бағып, мұржасынан түтіні көтерілген үйді телміре торуылдаушылар төзімі таусылып, құлқын құрты қозған шақта кәдімгі ашық шабуылға шыққан. Төбемен жабықтан түскенді былай қойып, тапатал түсте қара кезіп, үйге де кіріп келетінді шығарды. Бұрыш-бұрышты түртінектей тіміскілеп, қолға іліккен тері терсек сүйек саяқты сыпырып, дорбаларына тыққыштап жатқандары. Үйге енсе босағаға бүк түсіп отыра қалып, қол жаяды. Бірдеңе дәметіп, өңештерін созып емінеді. Емінгені сол аштан өліп барамыз деп еңірейді. Бір үзім нан, бір уыс бидай. Артылып қалған құрт ірімшік дейді. Осы күнде артылып қалар не болсын. 9 жолдың торабында отырған Шақалақ ауылы ерсілі-қарсылы ағылып жатқан аш көз, ашқарақ, тойымсыз тобырдың аяқ астында қалды. Бірер айдың ішінде бүйірі тоқ, қоңы қалың ауыл аузындағысын ағылған тобырға тоса-тоса, өздері де титықтап, ыңыршағы айналған қотыр мәстектей арса-арса болып шыға келген. Бүйте берсе береке қашып, тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кетпей ме? Ауылдың мінезі өзгерді. Тосын қылық танытып, босқындарға тіксіне қарайтынды шығарды. Анау бір тұстағы ізгілік, бауырымдап, көрісер, шелендік келмеске кеткендей еді. Бәрі де барлықтың, бүйірі тоқтықтың арқасы екен ғой. Күндіз түні есік терезелерін тарс бекітіп алып, босағасына ой бауырымдап ісіп кеуіп зорға жетіп, теңкиіп сұлағандарға да селт етпейтін без бүйректікке бекінген сыңайда еді. Бірақ бұл әрекеттің де қоюы қашып, тозығы жеткен бөздей сетінеп жүре берді. Босқындар тасқыны Ресейге асатын қара жолдың үстінде отырған Шақалақтың шаңырағын шайқалтып, түндігін теңселтіп қана қойған жоқ. Бұл ауылдың тұрғындарын ата мекенінен бездірген аштықтың тойымсыз аранды ажалын да ала келген еді. Соның солақай сілтенген сойылдай алғашқы соққы нәубетіне ауылдың желжақ шетінде отырған жауғашты шалдың шаңырағы ұшырап еді.
Кемпірінен ертеректе айырылып, жалғыз ұл мен келінінің қолына қарап қалған шалдың қырық кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ қисық мінезі шақалақтың шеңберінен асып, аяқ жетер біраз жерге мәлім болатын. Жалғыз ұл көбей әкесінің алдынан шықпайтын көнбіс мінезінен жаңылып көрмесе де, алдың-долдың қылықты келіні, кенжеш анда-санда болса да, бұрқ-сарқ мінез танытып, қайнатасын шақалақтың қотанынан он көшіріп, құтты орнына он қондыратын. Бүгінде таңнан тұрған шал түкпір қораға қамап ұстап отырған ала өгізін тысқа жетелеп алып шығып, ауыл іргесіндегі қожым бұлағына беттеген. Ойы қандыра суарып алып жолға шығу. Кеше кешкісін кенжеш кейістік білдіріп. Атау кебеже түбінде екі-ақ уыс бидай қалды. Бір қам жасамасаңыз деп барып сөзін үзген. Арғы жағын аш көз аштық десейші. Оны түсінбейтін жауғашты ма? Түсінген. Түсінгенде де төменде қалың орман қойнауында отырып, орыс ауылына барып, тамырларының тамырын басып көрмек. Қауға сақал Петро ана жолы келгенде бұған жата жабысып, жалғыз ауыз қара мылтығын қолқалап еді. Қабырғаңда бостан-бос оқ дәрісіз ілулі тұрғаннан не пайда? Маған бер, аузын қандасам, саған да жаман болмас, деген. Бұл бір үй болғасын бір мылтық керек емес пе? Осы күнде ұры қары көп дегендей. Атпасам да айбат шақырып тұрсын деп болмаған. Болмаған емес, қимаған. Қимағаны осы үйдегі әкесінен қалған жалғыз мұра осы еді. Оқсыз мылтық анау қолыңдағы көсеу емес пе, деген қауға сақал пеш өңешіне әлсін әлі көсеу жүгіртіп отырған жауғаштыға ренжіс білдіріп. Құдай қаласа сол мылтықты сандық түбінде өзіне деп сақтап жүрген екі кес кебіндік бөзді бірер пұт бидайға айырбастап келер. Келерде жұтынып отырған мына қызыл өңеш келіні мен баласын, анау үйелмелі-сүйелмелі екі немересін қарқ етер. Тілексіз пенде емес, арғысын Құдай салса, тағы көрер жатар. Осындай оймен қожым бұлағына жеткен жауғашты тосыннан шалқасынан түсерде қатты шошынды. Шошынғаны сол, өгізін жетекке алып келе жатқан бас жіптен айырылып қалды. Алла, Алла, субханалла. Ала өгіздің артына қалай барып қалғанын сезбеген жауғашты суға тұмсығын малмай, басын шайқап тұрған неменің тасасынан баспалап бұққан қалпы бұлақ тұсқа үңілген. Адам ғой мынау, теңкиіп жатқаны. Иә, адам. Ей, бейбағай, үзілген жері осара болғаны да. Бұлақ басына не алам деп келді екен? Су ішкісі келді ме? Жазған бейбақ. Жауғашты қожым бұлақтың қайнар бастауына, белуарға дейін малына етпеттей құлап жатқан адамның қасына келді. Бұлаққа еңкейе бере құлады ма екен, басы суға кіріп кетіпті. Ақ жағал болып тозған елтірі бөркі сонадай ұшып кетіпті. Аулақта жатыр. Өрім-өрім көпісінің жауырын етек тұсынан пілтелене шыққан жабағы жүннің жұлым-жұлым жұлбасы көрінеді. Жұлығы тесіліп, өкшесі тайған сірі етік, барқыт бедері әбден тозып, жып-жылтыр болып біткен сырма шалбар, бір ұшы су бетінде діріл қағып, бір батып, бір шығып жатқан шүберек белбеу, иесінен аулақ анау жатқан елтірі бөрікке шейін осынау пенденің кембағал халін көрер көзге тым жүдеу әрі аянышты қалпымен елестеткендей еді. Жауғашты бұлақ басына тізе бүкті де өлікке бағыштап аят оқыды. Мүсәпірдің иманы жолдас болсын. Аллах акбар деп бетін сипап, етегін сілкіп орнынан тұрды. Енді не істерін білмеген адамша аңырып аз-кем бөгелген. Бұлақ бастауына белуардан батып жатқан өлікті жалғыз өзі алып шыға алмасын сезді ме?
әлде төңірегіне өліктің қолқа тебер жағымсыз иісін мүңкітіп жатқан мүсәпірдің маңына маңайлап баруға дәті жетпеді ме? Әйтеуір аз кем аңырыстан кейін ала өгізін жетелеп ауылға оралды. Екі аяқты қос арыста арбаға оны мұнысын артып жатқан мұстақ шалдың есік алдындағы қараң-құраң тұлғасын көріп, солай қарай бұрылды. Мына неме ала таңнан қайда жүргелі жатыр? Артынып тартынғанына қарағанда көшкелі жатырау шамасы деп күңкілдеген жауғашты сонадайдан. Көш көлікті болсын деп айғай салды. Ұрлығының үстінен шығып қалғандай мұстақ селк ете түсті. Қолындағы түйіншегі де жерге түсіп кетті. Ой, құдай атқыр, сен бе едің? Шошыттың ғой түге. О несі? Қотанды басына көтеріп, жетіскеннен көшкелі жатыр деймісің. Мұстақ түйіншекті көтеріп, тарантастың үстіне тастай салды. Ойпырмай, мұға, сәл сабыр етіп аяңдашы. Артынан да көшерсің. Анау қожым бұлақтың басында бір өлік жатыр. Бетін жасырмасақ обалда, мұсылман ғой. Деп жауғашты жаңа ғана өзі келген жағына шошына бұрылып, біртүрлі қобалжи тіл қатқан. Өлік таңсық болып па қазір. Өлгенде бір бейбақ. Мені жолдан қалдырма, жүрелік. Ешкімнің көзіне түспей, ерте жүрелік дегенім сол еді әлгі кемпірге. Бейғайша, әй бейғайша, омалып неге шықпай жатырсың? Бол, шық бері. Мұстық шал ала арқанмен тарантасқа артылған оны мұнысын шандып байлады да, арбаға жегілген қоңыр сиырдың бас жібін қолына алып ілгері қозғала берді. Қайыр, хош. Мұға, шынымен-ақ кеткеніңіз бе? Ел жұртпен қоштаспай, мұныңыз не? Деп абдыраған жауғашты аңырып тұрып қалған. Әй жауғаштай, ел дейтін ел қалды ма? Бәрі сөгіліп кетіп жатыр емес бе? Жұт жайлаған мына жерден. О жасаған, көрсетерің көп екен ғой. Тұрымтай тұсына деп. Хош, ақыретте табысайық. Мұстақ басын игендей епетейсіз бүгіліп барып, бойын қайра тіктеп түзеп алды да, артына бұрылмаған қалпы қоңыр сиырды жетелеп, қара жолға түскен. Енді сәл бөгілсе, еңіреп келіп мұны құшақтап, көрсе кететіндей. Олмаса, мұна артында қалып бара жатқан жұртын қимай, осы арадан айналсоқтап ұзап кете алмайтындай көрінді мекен. Әйтеуір неде болса, қара үзіп ұзап кеткісі келгендей, ширақ адымдап барады. Үйден дауыс салып шыққан бейғайша ала өгіздің бас жібін беліне қыстырған қалпы, сай сүйегі сықыр-сықыр етіп ұзап бара жатқан қос арысты арбаның соңынан мұңая қарап тұрған жауғаштына бас салды. Жәкесі-ау, қайным-ау, қош бол, бақыл бол. Енді қайтып көреміз бе, көрмейміз бе? Кеттік қой елден. Беті күйген қара беттей. Елмен де қоштаса алмай осып барамыз. Ашпыз. Кебеже түбін қаққан соң не отырыс бар? Қол жайғанмен кім аузындағысын жырып берсін? Ойпырмай жеңеше-ау, бұларыңыз не? Көппен көрген ұлы той деп Әліптің артын бақпадыңыздар ма? Қайдағы әліп? Кеше ғана ауыл үстінен өткен шұбырынды жұрт қырдағы ел түгел ақсүйек болып жусап қалды деді емес пе? Ендігі кезек шақалаққа келсе керек. Қуатың барда бір қараға жетіп алмаймысың жазған. Ойпырмай, не дейді? Мен мына аралағышта отырған орыс ішіне барсам ба деп едім. Бізден көрі қоңдылау көрініп еді ана жолы соққанымда. Ойбай, аралағыш маңына сені маңайлата ма? Аштықтан босқандардың алғашқы легінен соң-ақ күзет құрып, мылтық атып, ауыл маңына жолатпай тұр дейді ғой ешкімді. Қойыңыз, бекер болар,
Кеше ғана айран шалабымызды ауыздарына тосқан мұжықтар емес пе? Өте қоймас. Сол хабарды да шұбырған ел айтады. Ауыздағысын жырып беретін орыс қай туғаның? Оларға да оңай соғып жатпаса керек. Орыстан досың болғанша қасыңда қара балтаң болсын деп тегін айтты деймізсің. Биғайша жүре сөйлеп шалының соңынан ерді. Қой, бекер шығар. Басқасын білмеймін. Петро тамыр ондайға бармас деген. Жауғашты ауыл шетіндегі үйіне беттеген. Беттегенде де әдеттегісіндей ауыл сыртын айналып өтпей, қотанды жарып өтіп келе жатқан. 4-5 күннен бері ауыл қотанында не болып жатқанынан хабарсыз қалғандығынан ба, біраз үйлердің есік терезелерінің сырттан шегеленіп қалғанын енді аңғарды. Мына немелер шынымен-ақ үн-түнсіз көшіп кеткендер ме? Көнекті сыртқа салып үн-түнсіз кеткендері мені баяғы кірме дегендері ғой. Бұл шақалаққа сонау бір жылдары көшіп келгенде, баба басанның балалары мұны орталарына алмай шеттетер сыңай танытып, жылы қабақ бермеген. Содан бері ауыл шеңберінде отыр дегені болмаса, қотаннан жырақтай барып, ауыл шетінен қоныс тепкен. Ел ішінің дау-дамайына да қатысы шамалы. Жауғашты торқалы той, топырақты өлім болмаса, баба басандықтармен тонның ішкі бауындай бауырласып кеткені де шамалы еді. Дегенмен шақалақ бас біріктіріп, артелге бет түзегенде бұл басқарма төрағасы Сәлікке келіп, артеліңе мені де жаз. Жалғыз тілді соқамен ала өгізімді ортаға салам деген. Баба басанға мүше болып енбесем де, үкіметтің артеліне мүшелікке енуге құқым бар шығар деп, саясаттан да құралақан еместігін елестете сөйлеген. Әрине жәкесі, әрине. Сен де артелге мүшесің. Міне, тізімнің жуан ортасында тұрсың, деп Сәлік алдында жатқан қағазын мұның көз алдына көлденең тартқан. Бәсе солай болса керек, деп шыққан жауғашты артел кеңсесінен. Өзіне кірме деп кемсітетін баба басандықтардың басынан асыра сөз сөйлеп, кеңседе отырғандардың біразын тізімнің жуан ортасында тұрғандығымен артел мүшесі екендігін мойындатқандығына тоқайған көңілмен қуанып шығып еді сол жылы кеңседен. Содан бері жыл жарым уақыт өтпей, аспан жерге түсіп, жер аспанға шыққандай тас талқан болды да қалды емес пе мына дүние. Артелі тоз-тоз болды. Ел басқарады деген Сәліктің өзі төмен асып кетті. Қатын баласын жұбыртып. Елге үлгі көрсеткісі келді ме, бар малын ортаға алғаш салғанда өзі еді. Жұрттан да соны талап етіп, дігірлеп отырып алды емес пе. Біреулер осы Сәлік бірдеңе білетін шығар деп, жалғыз сиырын жетелеп әкеліп, артел соқасына жексе, енді бірі заңнан үркіп, барын беріп жатты емес пе. Ақыры үйінен тіске басар бір үзім нан таппай тығырыққа тірелген артелдің төрағасы өзіне қараған бірер үйді соңынан ертіп, түн жамылып көшіп кетті. Білетіндер төмен асып кеткен деседі. Онысы раста шығар, әйтпесе қырдағы елдің төменге шұбырып несі бар. Содан бері кеңсе маңына барғанда ешкім болған жоқ. Бір қиырда тайға тұмсық тіреп отырған шағын ауыл шақалаққа ат ізін салған үкімет адамы да болмады. Алғашқы кезде тебінгі кептірмей тепеңдеп келіп тұратын уәкілдер де қараларын батырған. Оларда сүйретпеге түсіп сілікпесі шыққан мына шақалақтан енді не шығар дейсің десе керек. Аштық зобалаңына ұшыраған қыр елі жөңкіліп Сібірге қарай сырғи жөнелгенде Ресей мен Қазақстанның жол айрығындай ұрымтал тұста отырған шағын шақалақ шілдің қиындай тоз-тозы шығып, аранын ашқан зұлмат нәубеттің топанды тасқыны астында
қалып мерт болар санаулы сәттің тек астында тұрғандығын аңғара қоймаған марғау күйде еді. Бегайша кемпірдің үрейлі жүзі. Аштық деп сұңқылдай қалған үнінен кейін жауғаштының берекесі қашып үйіне зорға жеткен. Қожым бұлақ басындағы ісіп кеуіп өліп жатқан бейтаныс мүсәпірді де ұмытып кеткендей ме? Қалай? Сылбыр басып ішке енді. Кенжеш қуырылған бір уыс бидай шашылған ала дастарқан басында қаққан қазықтай болып ыздия қалыпты. Арғы жағынан ұлы мен қызының қалт-құлт етіп бастары көрінеді. Көбей болса іргеге бетін беріп, теріс қарап жатқан қалпы қозғалар емес. Ата, шайға келіңіз. Кенжеш шыны аяқты салдырлатып шай құя бастады. Анау неғып жатыр? Тұр, шай іште деген жауғашты, сірі шоқайын сілки шешіп, сәкінің астына атты. Түні бойы қызуы көтеріліп, қиналып шықты. Ауырып қалмаса не қылсын? Дімкәс неме, аш құрсақтығын көтере алмай жүрау. Бірер кесе шай ішіп жүретін. Омалып отырғанмен оңатын түріміз жоқ. Петро тамырға барып, талғажау бірдеңе әкелейін деген шал, келіні ұсынған салдыр суды сораптап отырып. Алла жазса бүгін жетіп жығылсам, ертең көз байлана келіп қалармын. Ойпырмай, ата, әйтеуір абайлаңыз. Жол торыған ит құс көбейіп кетті десіп жүр ғой, тіпті. Кенжеш мүдіріп қалды. Иә, аштық деген ар ұятқа қаратсын ба, ақыл естен адасқанда жыртқыш болып кетпей ме адам деген. Жауғашты дастарқанның шетін қайтарып, аят оқып бетін сипады. Орнынан тұрып жатып, анау мылтықтап бер. Петро тамырдың көз құртын қоздырған немені апарып беріп, сосын анау сандық түбіндегі бөзді шығаршы. Кенжеш үстіне әлде кім тосыннан суық су құйып жібергендей селк ете қалды. Оныңыз не, ата? Ақыреттік бөзді. Әй, шырағым-ай. Өлісіңе қарай көмісің, дегендей. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екеннің заманына қалдық емес пе? Бұл бөздің ендігі құны бірер қадақ бидай шығар, әкел бері. Шал тоқаңдап жүріп, сәкі астынан сірі шоқайларын тауып киді. Қажып қалған түрі бар ма, қалай? Сәкі шетіне құйрық басып, аз кем отырып, орнынан зорға тұрды. Ал, балам, мыналарға бас көз бол. Іргеге жүзім беріп жатқан көбей бері аунап түсті. Баласының күлкілдеп ісіп кеткен жүзін көріп, шал шошып кетті. Шырағым-ау, өңің не болып кеткен? Бірдеңе ішсең еді. Мен мына арал ағашқа тамырға барып қайтайын. Жауғашты жүгіріп келіп етегіне оралған екі немересін кезек-кезек иіскеп, келінінің ұсынған түйіншегі мен мылтықты алып сүйретіле басып, сыртқа беттеген. Алла тәңірім-ай, жебей көр біздей пақырларыңды. Шыдаңдар, шыдасаңдар жарар еді қарықтарым. Шал күңірене күбірлеп, ала өгіз жегілген арбаға барып отырды. Кенжеш атасын аттандырып салғанмен, үйге енуге батылы жетпегендей, сыртта әр ненені бір түртінектеп жүріп алған. Жаңа атып келе жатқан жазғы таңның жарқын сәулесінен жасқаншақтай ауыл тұсқа көз салған. Қотан үсті өлі тыныштық құшағынан жазбаған қалпы түндік серіппес марғаулықпен маужырап кеткендей екен. Таңмен талас тұрып өріске мал айдайтын мазасыз шал-шауқан кемпір-семпірлер де бұл күндері әдеттерінен жаңылғандай. Жайбарақаттыққа бой алдырған ба дерсің. Боз алаңнан бозторғай көтеріліп үлгермес ала көбеден атқа қонып алып әр үйдің босағасын тепкілеп, терезесін тарсылдатып жұмысқа шақыратын бұжырбет бригадир Барлыбай да бұл күндері
төбе көрсетпей кеткенге ұқсайды. Таңмен талас абыр-сабыр күйге түсіп, тірлік үшін тырбаңдасқан жұртшылық, жұтатып кеткен жұттан жөні жығылып, сіңірі үзілген арық тұрақтай тұралып қалған. Басында көпшілік үшін ұжымдаса жүріп еңбек етіп, ел болайық дескен ұшпақты ұранның күлі көкке ұшып, бекемдесіп, бел буысқандардың белі сынып, берекесі қашқан. Қазір аранды әбжіландай сумаңдаған аштықтан қалай құтылсам екен деген жеке бастың әуресі әуелеп жеткен. Бала аузындағысын әкеден қызғанып, әке аузындағысын сұқ көзден жасырар. Жаналқым кезге жеткендей, ел үстін аш көз аштық, ала топалаң қырғын жайлаған. Кенжештің ойын сәлік үйінің алдындағы күресінде қанды қасап таласқа түскен ауыл иттерінің ию-қию даңғаза шуы бөліп еді. Ол қолына іліккен таяғын басынан асыра бұлғақтай айғайлай солай қарай жын соққандай жүгіре жөнелді. Өлі жүндері әлі түсіп болмаған өңкей бір ашкөз немелер далбаңдай жүгірген әйелді елең қылмастан орталарындағы арам өлген бұзаудан қалған сүйек саяқты бір-біріне қиыса алмай әр тұстан анталап келіп жұлмаласып жатыр. Жұртта қалған басқарма төрағасының бір кезде қасқыр алдырып жүрген көкжал арлан төбеті болса керек. Мына олжаға мен қожайынмын дегендей, дөңгелесіп келгендерді желкемен мытып, шаптан іліп жолатар емес. Көкжалдан тұрқы қысқалау демесең, шомбал бітімі бөлектеу, жырық құлақ, жалғыз көз төбет, тай салмай келіп шартта жұрт айқаса кеткен. Шәу-шәу етіскен бұлайғы топ манадан бері тұмсық батыр алмай жүрген өлексеге тап берісіп, ту талақай ала жөнеліскен. Кенжеш күресінің күл қоқысын аспанға шығарып, арс-арс етісіп алысып жүрген екі итті қолындағы таяқпен кезек жондап зорға қуды. Ойпырмай, мыналар да тағы болып кеткен бе, тіпті болар емес қой. Кенжеш жан-жағына алақ-жұлақ қарап алды да, күл-қоқыстың арасынан сойдиып шығын жатқан бір сүйекті суырып алып, етегіне жалма-жан ораған күйі үйіне қарай тұра жүгірді. Олжаларынан айырылып қалғандарына ызаланған иттер тобыры күресінге қайыра лап қойысты. Тағы да алыс-жұлыс басталды. Сүріне қабына үйіне жеткен келіншек сәкінің үстіне етегіне орап әкелген сүйек саяғын саудыр еткізіп тастай салды. Әдірі қалғырлар дым қалдырмай қажалап қойған ба? Өзі деген Кенжеш қалың иттің езуінен жырып әкелген сүйектеріне шықшия қарап отырғанда әкесінің бауырында жатқан ұлы ыңырсыды. Апа, қаным ашты. Ойбу ботамау, кімнің қарны тоқ дейсің? Сәл шыдай тұр, мыналарды жуып шайып, ұнға шылап берейін. Ана жазған әкеңде 2-3 күннен бері дым сызған жоқ. Кебісін салпылдатып, тысқа шыққан Кенжеш бір шелек су алып ішке қайра енген. Сүйек саяқты сыпырып шараға салды да, сумен жуып шая бастады. Күл-қоқыстың шірінді исіме, әлде бұзыла бастаған сүйек исіме, әйтеуір бір жағымсыз ис қолқа қабады. 2-3 рет жуып шайғаннан ба, әлде иске бой үйренді ме, келіншек жаңағы бір жағымсыз истен арылғандай болған сүйектерін салдырлатып отта тұрған қара қазанға қотарып, су үстемеледі. Сосын барып, сары самауырға ошақтың отын қағыстыра қаузалап отырып шоқ салды. Кебеже түбіндегі ала дорбадан 2 уыс қуырылған бидай мен 2-3 түйір құртта ала дастарқан үстіне шашты. Аңырсып жатқан ұлын көбейдің бауырынан алып, беті қолын жудырды. Сөйтті де атасының орнына отырғызып, көйлегінің етегіне 2 шөкім бидай салды. Ал жей ой қарашығым. Шай қайнағанша жей отыр. Көбей, әй көбей, ептеп тұралсаң тұрсаңшы. Шай іш жазған.
Ана Нұрбикені де оят. Әне, Нұрымжан тұрып, шәй ішкелі отыр. Тұрыңдар енді. Кенжеш әп сәтте екі иінінен ентіге дем алып шыға келген сары самауырды көтеріп дастархан басына отырды. Көбей орнынан сүйретіліп зорға тұрды. Кеуінің қабына күлкілдей ісініп кеткен жүзін көріп, Кенжеш шошып кетті. Ойбай-ау, сорлау, саған не болған? Өңің бұзылып кетіпті ғой. Орнынан сүйретіле тұрып, үйдің қабырғасына сүйенгенімен аяғын басуға шамасы келмей қиналып тұрған Көбейдің қолтығынан сүйей берген. 2-3 күннен дым сазбай жатқанға ауырып қалды ма десем, қып-қызыл аштан бұратылып қалғаннан саумысың өзің. Мені қой енді, адам болмаспын. Ана Нұрым мен Нұрбикеге ие бол. Тек әрі, адам болмағаны несі? Қазір шәй ішіп, бидай жеп, ептеп жүрек жалғай тұр. Анау қайнап жатқанға ұн шылап көже істеп берем. Жоқ, болмас. Екі тізесі тірілдеп барып шөге қалған Көбей қайтадан қисайды. Ойбай, енді қайттым. Уа, Құдай көрсетерің көп екен қой. Мен қазір. Кенжеш күйеуінің басын сүйей көтеріп, шәй құйған кесесін ерніне тосты. Анау жылымшы шайды бірер ұрттағаны болмаса, толық іше алмады. Аузына тосқан қуырылған бидайды да талғажау етіп шайнап жұталмай қиналған. Ойпырмай, шынымен ақ шаршап қалғаның ба? Енді не істейін? Кішкене жата тұр, дем алып. Сұлқ жатқан күйеуінің күлтілдеп кеткен жүзіне жыларман болып тесіле қарап ұзақ отырған Кенжеш, танауына жеткен болмашы истен әлсіреп, қажып қалған бойына қан жүгірер қуат сезініп, орнынан сүйретіле тұрып барып, сақырлап қайнап жатқан қазанның қақпағын көтерді. Жиегі ақ көбіктеніп, көпіршей қайнаған қара судан буымен аралас күлімсі иіс танауға ұрды. Ет иісіме, әлде шірінді сүйек иісіме айырып болмайды екен. Кебеже түбінде қалған бірер уыс ұнды қырмалап, қағып-соғып кесеге салды. Бар жоғы осақ па деген келіншек кебеженің үңірейген аузына басын сұғып жіберіп, бұрыш-бұрышын тіміскілей тінте қарады. Бір кездегі бір қора жанның сарқылмас ырыс несібесінде болған май сіңді қара кебеженің қаңырап бос қалғанына көзі жеткендей, Кенжеш басын суырып алды тесіктен. Атам ертеңдер келмесе, мыналарға не беремін? Ойпырмай, бұл не заман болды? Шынымен ақ аштық біздің шақалаққа да жеткеніме. Бойын үрей билеген Кенжеш кесе түбіндегі ұнды қазандағы қара суға төңкере салды. Апа, шәй. От басында сілейіп тұрған келіншек селк ете түсті. Қазір қалқам, қазір. Дастарханға жақындай бере теңселіп кетті. Көз алды қарауытып, басы айналғандай болды Кенжештің. Шынымен ақ аштықтың келіп қалғаны ма? Иә, аштықтың өзі ғой мынау. Әйтпесе, күресіндегі иттерге неге бардым? О заманда бұ заман ит мүжген сүйекке адам таласушы ма еді? Мен таластым ғой. Аш болмасам сүйтемін бе? Есімнен танбасам соны істермін бе? О жасаған. Кенжеш 2-3 күннен бері өзінің де қара су болмаса, тіске басар қуырылған бидайдан да талғажау татпағанын енді есіне түсіріп отыр. Дастарханда жатқан құрт түйірін алып аузына салды. Көмей жақтан запыранды удай жылымшы бірдеңе лықсып аузына келді. Сәкінің жиегіне қисайып құсқысы келіп, ышқына лоқсып еді. Сап-сары жалқаяқ бірдеңе түсті. Екі көзінен жасы бұршақтап, шекесі шыңылдап басы айналды.
Тағы да лоқсып еді, ештеңе түспеді. Ішімде ештеңе жоқ, не түсуші еді, деп ойлады Кенжеш. Аяқ астынан ауру жабыспасын Құдай ұрып. Мен жатып қалсам, мыналардың күні не болмақ? Алла Тәңірім, бар болсаң, атамды аман есен елге жеткізе көр. Пәле жалаңнан қағыс қыл, Тәңірім. Әкесінің іргесінде жатқан Нұрбике тұрды жыламсырап. Оның да көзінің асты көгілжім тартып екі беті ісіне қалыпты. Аштықтан адам ісінеді деуші еді. Мына жазғанда солай болғаны ма? Кел, ботам, кел, мә, бидай же. Нұрымға шай құйып беріп, Нұрбикеге бір уыс бидайды алақанына салған Кенжеш, қазандықтың астынан отты сыпырып, ағаш аяққа ұн қатқан қатықсыз қара көжені қотарып құя бастады. Бір түрлі күлімсі иіс қолқасын қапты. Жүрегі тағы өрекпей лобып, құсқысы келді. Буы бұрқыраған көженің бетінде жылан көз май иірімдері байқалады. Сақырлай қайнаған сүйектен шыққаны да. Жақын отырып мына көжені ішіңдер деген Кенжеш екі баласының ортасына апарып көже толы аяқты ойды. Көбей, әй көбей, шаман келсе тұрып, анау көжені іш. Ішіңе бірдеңе барса оңаларсың. Бүктеліп жата бермей басыңды көтер. Шамам жоқ. Екі өкпем кісіп. Күркілдей жөтеліп барып зорға басылды. Ана екеуіне бер. Мені қой енді. Көбей іргеге қарап жатқан күйі ыңырси зорға сөйлеген. Жаңаға жөтел титықтатып тастағанда екен. Мені қойы несі. Көріне көзге аштан өлмекпісің. Кенжеш бір қасық көжені еріннің аузына тосып еді, анау басын шайқап, күлкілдеп, ісініп кеткен бетін тыржитты. Жаратпай жатырмысың, бары өсі. Өзіңде дімкәс едің, оған мынау қосылып қиналып қалдың-ау. Шыда, атам да ертеңдері келіп қалар, амандық болса. Кенжеш ала дастарқанды жинай бастап еді, Нұрбике қыңқылдады. Апа, құрт берші. Жә, анау етегіңдегі бидайды же. Мынаны Нұрым жесін. Саған кешке берем деген анасы, көзі шүңірейіп, кәдімгідей жүдеп қалған сепкілбет кекілді баласының маңдайынан искеп. Құлындарым-ай, күндерің не болады? Бар үміт аталарыңда. Орнынан тұра беріп еді, екі шекесі солқылдап, қаны басына шапшығандай, көздері қарауытып, дүние шыр айналып кетті. Екі тізесі дірілдеп барып пешке арқасын беріп бүк түсіп шөге қалды. Аллай, не болды? Басы түскірдің айналып кеткені несі? Алып соқпаса не қылсын? Біраз кем отырғаннан кейін барып, орнынан сүйретіліп тұрып, қара қазанның аузын жауып, тысқа беттеді. Бозала таңнан шақалақтан шыққан жауғашты ала өгіздің сауырын сипай қамшылап қойып ойға батып отыр. Бей опа дүние десейші, кеше ғана думанды тірлігі дуду еткен шақалақтың бірер айдың жүзінде тап бұлай жүдеп шыға келеді, тоз-тозы шығып, тарап кетеді деп кім ойлаған. Басында қопа қардай етіп дүрліктіре бастап, аяғын сиыр құйымшақтатып келіп ақыры шаңырағын ортасына түсіріп тынған осылардың артелі не, коллективі не. Азды көпті болсын жер тырмалап асты қалды. Тігерге тұяқты сыпырып ортаға салды. Соның бәрі құмға сіңген судай ізім ғайым қайда кетті. Тым болмаса осындайда қызыл қарын аш баланың аузына тосып талшық етер бірдеңенің табылмағанына жауғаштының сенгісі жоқ. Аудан дейме, облыс дейме, соларға қарай алып кетпесе, тап осы шағын шақалақты күйзелтпейтіндей азық түлік өз қотанынан-ақ табылса керек еді. Мұна отырған өзі жалғыз сиырдың сопынан ерген бұзауын 3 жыл қатарынан артеліне беріп келді.
Биыл көктемде бұзауына қосып, сиырын да жетелеп апарып қолдарына ұстатты. Мына ала өгізге де көз алартып еді уәкіл. Оған бұл болмады. Бас жібі менікі демесең, күші артелдікі. Жазы қысы артел жұмысын осы өгіз атқарып келеді. Жұмысыңнан тартынған кезіміз жоқ, деп отырып алды. Жалғыз тілді соқамды да артел жұмысына жегіп отырмын. Ал оны осы өгіз сүйремегенде, ана отырған басқарма сәлік сүйрейді деймісің, деп өкімет адамын куәға тарта сөйлеген. Сәлікке рахмет, сол тұста жәкеңдікі жөн, елдің алды болып артелге кірді. Өзі кіріп қана қойған жоқ, өгізі мен соқасын алып бірге кірген, деді. Қазіргі жұмыста шалдың ала өгізі передовой боп тұр, деп сөз аяғын әзілге шаптырған. Енді міне сол уәкілде ел басқарады деген сәлікте жоқ. Шақалақ босқындардың шаңдары астында қалды. Ел күйзеліп босқындармен ілесіп өздері де басауған жаққа ірге сөгіп көше бастады. Өзінің сиқы мынау, қашпаған қашардың уызынан дәме етіп келе жатқан. Аралағыштағы мұжықтар да қайбір жетісіп отыр дейсің. Жер сүмесін еміп өскен немелер мал тұяғының сыртылын естімесе аштан өлетін қазақ деймісің, бірақ жерден өнгеннің бәрін тамаққа жаратады. О заманда бұ заман тиген жерін өртеп өтетін қалақайды, жер тезек бопаны қай қазақ азық қылып еді. Ал Петролар соларды кәдімгі тамақ етіп ішіп отырады. О тоба, мейман асы асқандық ба екен, ана бір жылы Петро әкелген бірер қадақ балықты қуырып жеп отырғанда сәлік кіріп келіп: «Әй, жәкесі, ендігі жемегенің қара судың құрты еді», деп мұны қажыртқан. Сонда кемпірі балық толы табақты дастарқанын ала жөнеліп, күресінге атып жіберіп еді-ау. Содан әлгі құртыңнан ұшынып, аузы басыма ұшық шықты деп, марқұм кемпірі мұны өлілгенше жазғырғаны да есінде. Бейбағай, өгіз бұзаулады десе, илана қалатын аңқау неме, біреу бірдеңе десе, бас шұлғып балаша сене беретін еді-ау. Қазір сол балығыңды да, бопаңды да талғамай, тартынбай жереді. Бірақ балықты қалай аулап, бопаны қалай іс қылады? Сорлы қазақ алдындағы қараңдаған малына мәз болып жүріп, аяқ астында жатқан ырыздықты қалай кәдеге асырарынан махрұм қалыпты ғой. Соның салдары емес пе, ел біткен аштықтан босып, бірінің етін бірі жеп жатқаны. Жауғашты әлденеден күдік алғандай төңірегіне жалтақтай қарап, ала өгіздің жонына қамшы сілтеді. Оған жүрісіне жүріс қосатын ала өгіз бе? Құйрығын шопаң еткізіп, бірер шайқап қойып, аяғынан жаңылмай ілбіп келеді. Ала өгіздің шаңырақ мүйіздерінің арасынан сығалай алға, қара жол бойына үңіле қарағаны сол еді. Қараңдаған әлдене байқалды. Адам ба, мал ма, әлдене қараң-құраң етіп көзге шалынды. Жауғашты шошынайын деді. Жолаушыларды тонаушылар көбейді. Көлігін сыпырып алып, өздерін өлтіріп тастайды дегенді. Тіпті адамдардың өзін де боршалап жейтін қорқау қарақшылар шығыпты. Төменнің ормандарын кезіп жүрген ұры қарылар да ұшырасады дегенді естігені бар. Мұндайда ит пен құстың басынып, адамдардың иманды аттап, қылмысқа барар әдеті емес пе? Өгізді қақпайлап жол үстіндегі қараңдағаннан айналып өтсем деп, алыстан орқытып келе жатқаны сол еді. Екі аяқты қос арыс арбаны байқады. Маңында қыбыр еткен тіріпенде жоқ, арба үстіндегі дүние мүлік жер тезек болып шашылып қалыпты. Ойбай-ау, мынау әлгі біздің Мосекең Мұстақтың арбасына ұқсайды ғой өзі. Ауылдан шыққаны менің алдымда ғана. Бір шай қайнатым уақыт еді ғой. Арбадан секіріп түскен жауғашты әлем тапырағы шығып жайрап жатқан тұсқа келді.
Жүкті байлаған ала арқан 2-3 жерден үзіліпті. Шашылған жүктің арасында ұлпа жүні бұрқырай төгілген жастық, құс төсек байқалады. Шағын сандықтың аузы ақтарылып ашық жатыр. Шүмегі майысқан сары самауыр, бүйірі опырылған жез құман анадай жерге ұшып кетіпті. Ағаш күбінің піспегі бір жақта, өзі бір жақта, ортасы тесік қақпағы бір жақта жатыр шашылып. Ей, жазғандар-ай, күбіні қайтем деді екен. Жауғаштының аузына түскен алғашқы сөзі осы болды. Өздерін тонап қойса жарайды ғой. Жобасы өлтіріп кеткен ғой. Қоңыр сиырды алып қоя бермегендеріне қарағанда, жауыз, кісі жегіштің нағыз өздері болмасын. Алла, көрсетерің көп екен ғой. Жауғашты мына бөлінген арадан тез кеткісі келгендей арбасына қарай жүгірді. Соба, әйтші қасқыр жегір. Алла өгіз иесінің ашуға мінген мінезінен сескенді ме екен, ширақ қимылдап, жортақтай жортып ала жөнелді. Ол да мына бір қатерлі тұстан ұзауға асыққандай барын салып ентелеп келеді. Ойпырмай, жазғандар-ай, не болды екен бұларға? Оншада мұнша жүріп, жыртқыштарға жем болғандары ма? Өздері де өлімдеріне асыққандай таңнан аттанып еді. О балай, көмусіз қалғандары ма? Шал әлден уақытта барып есіне бірдеңе түскендей қапшыққа орап тастаған қара мылтыққа жармасты. Оғы жоғы есінде ме жоқ па, онда жұмысы жоқ. Әйтеуір мылтықты қолына көлденең ұстаған қалпа маңына айбат шақырып алақ-жұлақ қаранып қояды. Шыбын жанын осы мылтық алып қалардай кеудесіне басқан қалпа қос қолымен сірестіре ұстап алыпты. Қара жол ойдым-ойдым, жал-жал қайың, терек қарағайы аралас біткен ормандарды бірде жанай, бірде жарып өтетін еді. Қос қапталдығына қаптай біткен ормандарды жаңа көргендей үрке, үрейлене қарап мазасызданып келеді. Әр бұта, әр ағаш түбіне үңіле сүзіліп, секемшіл күдікті көңілмен шошына қарайды. Әлдекім қалың жыныстан атып шықса, бұл топ-тұра басып салардай қара мылтығын кезене ұстап, екі жағына алма кезек жалтақтайды. Үркердей үйірлеп біткен шоқ ағаштың қылтасынан шыға бергенде, топ қарға ушу болып үрке көтерілген. Жауғаштының қолындағы мылтығы түсіп кете жаздады. Селк ете түскен ол алдымен аспанға қарады. Қарқ-қарқ етіп төбесінен шырға айналған қарғалар жол жиегінде жатқан екі адамның үстінен ұшып еді. Ала өгізді қақпайлап, өліктерді айнала өте бергенде, шыққыр көзі танауы сыңырайып, екі көздің орнында үңірейген екі өлі тесік қана қалған бейтаныстың жүзіне түсіп еді. Жел шайқады ма, әлде өзіне солай сезілді ме? Өліктер жатқан тұстан қолқаға бар сасық иіс келіп жетті танауына. Жолға қараған күйі келіп, қырындай құлаған жасамыс адамның көнектей ісіп кеуіп кеткен жүзін жыға танымаса да, бір жерде жолықтырған әлде кімге ұқсатты. Оның артында күн қақтап, бояуы өңіп кеткен орамалы астынан қою қара шашы дудырай шығып, әйел адам жатыр. Бұл өгізін тоқтатып арбадан түскісі келді. Сөйтіп, мына екі пақырдың бетін жасырып кеткісі келді. Бірақ арбадан түссек болды, мына үнсіз мүлгіген өлі ормандар арасынан баспалай аңдыған жау ма, тонаушылар ма, әйтеуір бір құбыжықтар атып шығып, мұның өзінде бас салып, боршалап тастардай үрейлей еді. Бір аяғын арбаның қоқима қалдайшасына арта беріп, қайра тартып алды. Сөйтті де ала өгізге қамшы соқты. Иманды болғыр пақырлар, жеткен жерлерің осы болғаны да. Тірілеріңде жарылқамаған Алла, ақыретте жарылқар деймізсің. Тым болмаса, жүздеріңде жасырынбай қалдау. Ит тірлік-ай, мұсылман ғұрпымен беттеріңді де жасыра алмадым-ау. Қарайғаннан қорқып ит болдым ғой.
кешіріңдер, пақырларым, кешіріңдер. Өз-өзінен күбірлеген шал сықырлаған арба үстінде жол бойында көмусіз қарға құзғынға жем болып қалып бара жатқан жолаушыларға бағыштап дұға оқып бетін сипаған. Артына қарап еді, қара қарғалар әр тұстан қаптап келіп, өліктер үстіне қонып қалып жатыр екен. Шалдың тұла бойы қалтырап, егі кемсеңдеп кетті. Өзін өзі ұстай алмай, еңкілдей келіп өксіді. Осынау жалпақ әлемде қалың орман арасында ала өгіз жеккен арба үстінде өзі ғана тірі қалғандай назалана, дәрменсіздігіне ызаланғандай ағыл-тегіл жылаған. Жанарынан жас ыршып, әжімді жүзіне төгіліп келіп, ақ бурыл сақал мұртын жуды. Құдай-ау, Құдай, шұнақ Құдай, бар болсаң мені неге алмайсың? Мына қорлығың мен тозағыңды көрсеткенше өлтірмеймісің мені? Неге өлмеймін мен? Деп дауыс салып тұрып жылады, жауғашты. Даусы мұнша үрейлі болар ма? Жарқшақтана, қыстыға шыққан қысаң дауыс қара орманды жаңғыртады. Тап қазір бұғынып келіп балта сілтер, жол торған қарақшың түгілі, жан алғыш Әзірейілдің өзі қарсы алдына келе қалса да тартынбастай, келсең кел деп, алса кетердей тым қаһарлы еді. Бірақ жауғашты қанша қайраттанып, аяқ астынан батырсына қалғанымен өлі орман сілкінгенде, бүлінгенде жоқ. Ала өгіз өзінің мимырт қимылымен ілбіп жылжып, кіші бесінде арал ағаштың да төбесін көрсетіп еді. Кенжешті үрей биледі. Үрей билемегенде қайтсын. Келесі күні қайтып ораламын деп кеткен қайын атасынан міне 3-ші күн. Хабар ошар жоқ. Шақалақтан арал ағашың 25 шақырым жерде емес пе еді. Ала өгіздің қолқасы аман болса, таңмен талас шықса, кіші бесінде-ақ жетіп қалушы еді ғой. Бұлардың күйін көзмен көріп кеткен адамның тамырының үйінде табандап жатып алуы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін болмаса керек. Өзі де бұларға талғажау етер бірдеңе әкелемін деп әдейлеп жолға шықты ғой. Көбейдің жатысы анау серейіп. Кешеден бері қара су татудан қалды. Нұрым мен Нұрбекенің аузына қолы түскенді тосып, шықпа жаным шықпалап отырған өз түрі болса мынау. Бүгінде таңмен талас тұрып, қора төбесіне шықты. Аралағаш астын қара жол бойына тесіле қарап ұзақ тұрды. Көзіне қан-қанға тырмысып барып, тоғайлы қолаттың қойнауына сіңетін жол бойынан шошаң еткен оқшау қара шалынбай діңкелетті. Көзі жасаурап бас айналды. Шайқалақтай теңселіп сатыдан төмен түсті. Атам әлі жоқ, бұған не болды екен? Сонша кешігіп. Жолда бірдеңеге ұшырап қалмаса жарар еді. Жүре сөйлеген кенжеш ауылдың кіндік тұсындағы тас шегенді құдықтың қасына келді. Бұл араға неге келгенін өз де білмейді. Құдықтың ішіне үңілген, сонау тереңнен жылан көздене жылтырап су байқалады. Бетіне салқын леп ұрды. Бойы тітіркеніп кеткендей ме қалай, ширақ қимылмен құдық басынан әрі ұзады. Анау тұрған ағаш 3 артельдің төрағасы Сәліктікі. Оның жанындағы тоқалый Мәлике кемпірдікі. Сәлік бір түнде ірге көтергенде жетім кемпірді өзімен бірге ала кетіпті. Қазір екеуінің де есік терезелері айқұш-ұйқұш тақтаймен шегеленіп тасталған. Тап осы маңда осыдан бірер ай бұрын ғана думанды тірлік болды дегенге сенгің де иланғың да келмейді. Шей көтерген сөресінен ежіге құрты үзілмейтін кемпірдің ас ұстауы елден ала бөтен болатын. Қылап еді ғой шіркін, қылап. Кенжеш тап қазір ежіге құрт жегісі келіп кеткендей бір түрлі
түшірканып, жұтынып қойды. Аузынан сілекейі шұбырардай болып, ерекше бір ләззатты сезіммен жұтынғанымен тіске басар сынық малта да жоқ еді қалтасында. Камзолының қалтасынан үзілмейтін құрттың қалдығын әкелерінің іргесінде ұйықтап жатқан Нұры мен Нұрбикенің басына қойып кеткен. Тұрысымен таласа тармаса құртқа бас саларлары анық екеуінің. Алла тәңірім-ай, қос қолынымды зауалыңа кезіктіре көрме, деп күбірлеген Кенжештің алқымына күйікті өксік тығылып, мойылдай қара қос жанарынан мөлт-мөлт етіп жас білінді. Анау көбей сорлының беті әрі қарап кетті-ау. Енді оңала алмас. Әуелден жіңішке ауру ектеген дімкәс неме қуаты жоқ, көржер тамақтан ұшынды ма, дым сызбай соқтығып қалып барып, мына күйге түсті. Кенжеш Сәліктің үйінің алдына келіп кірді. Терезеге айқұш-ұйқұш шегеленген тақтайлардың арасынан ішке үңілді. Терезеге қарсы қабырғада ілулі кілем, жүгі бұзылмаған кереует байқалады. Тіпті сәкіге төселген төсеніштер де сол қалпы қозғалмастан қалыпты. Үй иелері жаңа ғана тысқа шығып кетті дерсің. Қайтып оралармыз деді мекен, біреу-міреу бұзып алып кетеді деп те қорықпағандары ма. Бірақ аш халық дүниеңді қайтсын. Келіншек ауыл үйді аралап кетті. Ауыл қотанын өлі тыныштық басқан. Селт еткен оқшау дыбыс, шошаң еткен бір қара байқалсайшы. Бәрі бір-ақ сағатта тік көтеріліп көшіп кеткендей. Бір сыпыра үйлердің есігіне қара құлып ілініп, ала жіп байланса, енді бірі шегелеп кетіпті. Бозай шалдың үйіне тағала бергенде, аңырайып ашық қалған есіктен 2-3 ит арсылдаса атып шықты. Кенжеш баж етіп отыра қалды. Жаңа ғана селтиіп келе жатқан адамның тосыннан ащы үн шығарып, жалп етіп отыра кеткенінен секемденді ме, алақ-жұлақ еткен ашқарақ иттер үйді айналып жоқ болды. Кенжеш есігі ашық қалған қораның ішіне ене беріп, әлденеден бойы түршіккендей кейін шегінді. Қораның қара көлеңке түкпірінде әлдене ағараңдағандай болған. Қойма ешкіме әлде? Жоқ адам ғой. Келіншек бойын билеген қорқынышты жеңгісі келіп, қанша тырысқанымен көз алдында серейіп жатқан шалдың иттер жұлқылап, алым-жұлым еткен денесіне жақын барып, тіктеп қарауға дәті жетпеген. Дәрмені аңырайып ашылып қалған айқарма есікті жабуға ғана жетті. Ойпырмай, не болды? Сұмдық қой мынау. Сұмдық-ай, обалай, имансыздар елді қырып тастаптау. Иттің иесі болса, түлкінің тәңірсі бар дегені қайда? Ешкімге керексіз болып, шақалақтың қотанында осылай аштан қырылғанымыз ба? Әлгі үкіметі, уәкілдері қайда бұлардың? Ауылда бізден басқа тірі пенде қалмай, тік көтеріліп көшіп кетіпті ғой өзі. Аяқ артары жоқтар. Мына бозай атам құсап ит құсқа жем болады да. Аллай, сақтай көр. Кенжеш үйіне жүгірді. Атам да кешікті-ау. Нұры мен Нұрбике қимылсыз жатқан әкелерінің бас жағында құрт малжаңдап ойнап отыр екен. Бұл сүріне қабына үйге енгенде екеуі де өре тұра келді. Апа, қалным ашты. Бидай қуырып берші, апа, дескен қос сәби сәкінің жиегіне келіп отыра кеткен аналарының мойнынан артылды. Құлындарым-ау, қуыратын бидай болса, сендерден аяп отыр деймісің. Жоқ қой, от үскірі жоқ қой. Аңырап аз отырды да орнынан тұрып сары самауырға шоқ салды.
Кебеженің қақпағын ашып ішіне үңілді. Мұнда жатыр екен ғой, деп әлденені қаудырлатып алып шықты. Бұл бір кезде май салған қарының қос алақандай құршы еді. Май сіңді болып кепкен қарынның иісі бұған тәбет қоздырардай біртүрлі жұғымды сезілген. Шыдай алмады. Қарынның жиегін тістелеп ұзақ малжаңдады. Сірі болып сіресіп қалған неме болар емес. Аштық жайлаған жан сарайы, таңдайға тиген болмашы талғажаудан нәр күтінгендей удай ашып, тоят тілегендей ашқарақтықпен заһарлы запыран төккен. Көмейіне лықсып келіп қалған улы запыранды күшене ышқына құсқан Кенжеш өзінің мына тағылық әрекетіне шошына состия қарап қалған екі баласына сүзілген. Екеуі бірде алыстан бірде жақындап келіп тұрғандай ма қалай. Әйтеуір анасы сәбилерінің үрейлі жүздерін тап басып тани алмаған әсерде еді. Екі көзі қарауытып басы айналып кетті. Жүрегі лобылып, езуінен сілекейі шұбырып біртүрлі жағымсыз, жайсыз күйге түсті. Саусақтарымен шеңгелдей қысқан қарынның ақжем болған құрышын есікке қарай лақтырып жіберді. Жеткен жерім осы болғаны ма, тәңірім-ау. Атасы-ау, қайда жүрсің? Өлдік қой аштан. Шамам жоқ, күшім сарқылып барады, деген Кенжеш енді бір уақытта күйеуінің үстіне төніп келіп жұлмалай бастады. Тұрсаңшы, өлік неме? Осы бейнетті мен ғана көтеруім керек пе? Тұр, ізде анау әкеңді. Өлдім, біттім, шамам жоқ, жынданатын шығармын. Кенжештің бар күшін жұмсап, қатты жұлқылағанынан ба, көбейдің сірескен сүлдесі бері аунап түскен. Күлкілдеген беті, қымызы сарқылған сабадай, қырыс-тырыс шалбарланып, көгілжім тартып қалыпты. Бақшиған жансыз көздері мына азапты дүниемен мәңгілікке қош айтысқан мүсәпір жанның мүшкіл халінен хабардар етіп жатса да, Кенжештің таңертеңгісін ғана тірі жатқан ерінің жан тәсілім етіп, о дүниеге жүріп кеткеніне сенгісі жоқ еді. Ол жүрелеп отырған күйі көбейдің бетіне қолына апара беріп, лезде тартып алды. Өлі тәннен ызғырық леп шарпып тұрғандай екен. Распа өлгені ме? Ойбай, енді қайда барайын? Сорлының басын сүйеу, аузына суда тамыз алмадым-ау. Құдай-ай, Құдай, не жаздық саған? Дауыс салып ашына күйіне жылаған Кенжеш үрпейсіп келіп мойнына асылған екі баласын бауырына басып алып аңыраған. Шақалақтың төбесінен күн ауып барып ұясына қонған. Төңіректі қоршалаған тоғайлар, жыра сайларды өзінің қара мақпал қанатының астына алған түн тылсымы ауыл котанына иек артып қалған тұс. Қожымбұлақтың тұсынан салқын самал есті. Жел қанатымен ілесе көтерілген өліктің қолқа тебер күлімсі исі ауыл котанын аралап кеткен. Бозан шалдың үйі маңын баспалай торыған төбеттер бір-бірімен жұлысып, шайқасып қалып, өлі тыныштықтың мазасын алып тұр. Жапалақ па, байғыз ба, әйтеуір бір түн құсының іші тарта, сықылдай күлген есірік үні де төбе құйқаңда шымырлатардай ауық-ауық белгі беріп қояды. Қара орман тұстан қорқаудың шегін үзердей сызылта ұлыған үрейлі үні естіледі. Иесіз қалған ауыл жұртына баса көкте енуге, мына тағыға айналып кеткен бірақ иттерден именгендей қорқаулар үні тым әрректен естілгенімен, әлі ауылды ектеген иесіздік пен жетімдік өз үстемдігіне мініп болғандай еді. Ақ кебінін сүйреткен ажал кемпір шақалақтың түнгі түндігін түртінектей көтеріп қойып,
қуыс-қуыс бұрышты үңіле сүзіп жүргендей ме дерсің. Үңірейген соқыр, мылқау, өлі терезелер мен есіктер, қараңғылықтың қара албастысы иықтаған қотан бойы біртүрлі үрей шашып, қорқынышты көрінеді. Ауыл шетіндегі тоқал тамның түн тұмшалаған төрінде ғана болмашы бір тірлік лебі байқалады. Ол аштықтан өлген күйеуі көбейдің басында күңіренген Кенжеш пен оның аштықтан бұралған екі баласы Нұрбике мен Нұрымның балауыз шамдай сағат санап сарқылуға бет алған әлсіз жүректерінің лүпілі еді. Менің қолдаушыларым, назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.